Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Алаш қозғалысы қазақтың сан ғасырлық тарихындағы ең жарқын, ең айбынды оқиғалардың бірі. Осы ретте Алаштың біртуар қайраткері Міржақып Дулатұлының туғанына 135 жыл толуына орай елордамыздың төрінде орналасқан қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығының ұйымдастыруымен Алаш танушы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі Қайырбек Кемеңгермен келелі сұхбат айдарын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Қайреке, онлайн сұхбатымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Орта толсын. Қайырлы күн, құрметті қауым. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Баршаңызда бүгінгі ұлы бабамыз Міржақып Дулатұлының 135 жылдығына арналған танымдық, тағылымдық, ғылыми, тәрбиелік сипаты бар дәріске, кездесуге қосылуларыңызға мен ризамын. Ода Қайреке, сізге қойылатын бірінші сұрақ, Алаш мұрасын зерттеуші ретінде сіз үшін Міржақып Дулатұлы кім? Қайраткердің ұлт-азаттық Алаш қозғалысы тарихындағы орнын қалай бағалайсыз? Ұлт тарихында жасым тағдырлы Алаш қайраткерлері бастаған ұлт-азаттық Алаш қозғалысы деп аталатын кезең бар. Бұл кезең 20 ғасырдың басы, 19 ғасырдың аяғы аралығында тарихи кезеңді қамтиды. Осы ұлт-азаттық Алаш қозғалысының көрнекті өкілі, қайраткері ұлт мәдениетіне, руханиятына, әдебиетіне, баспасөз ісіне, мәдениетіне елеулі үлес қосқан, айтулы үлес қосқан тұлғаның бірі көрнекті қайраткер Міржақып Дулатұлы. Мен үшін Міржақыптың кім екендігін айтар болсам, бір ауыз сөзімен жауап беруге болады. Алыстан Алаш десе аттанамын, қазақты қазақ десе мақтанамын, болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын деген Міржақыптың бір шумақ өлеңі менің ойымша әр қазақтың жаттап алып айтып жүретін, өзінің бір бойтұмарына айналдыратын өлең жолдары дер едім. Ұлт-азаттық Алаш қозғалысының қазаққа берген тарихи миссиясы қайсысы дейтін болсақ, ұлт-азаттық Алаш қозғалысының миссиясы біріншіден отаршылдық арбаудағы қазақ елін оятты. Ұлт-азаттық Алаш қозғалысы қазақ жұртын ұлт ретінде тұтастырды, біріктірді. Қазақ жұртында алашшылдық сана қалыптастырды. Ойына елдік рух сіңірді. Ел бола аласың деген сенімге ұлт-азаттық Алаш қозғалысы қазақ қауымын, қазақ жұртын 20 ғасыр басында сендірді. Ең бастысы міне осы қызмет үшін біз Алаш қайраткерлерін ұлықтауымыз керек, ұмытпауымыз керек, қашанда қастерлеуіміз керек, құрметтеуіміз керек дер едім. Кейін осы зерттеумен шұғылданып жатырмыз. Қысқаша айтқанда осы Міржақып біз үшін қашанда ұлы тұлға. Рахмет, Қайреке. Қайреке, омбы архивінде біраз уақыт жұмыс істеген екенсіз. Міржақыптың омбыға қатысы қандай? Омбы мұрағатында Міржақып туралы деректер сақталған ба? Осы туралы ойыңызда. Міржақыптың енді туған жері 1885, қазіргі әкімшілік бөлініс бойынша Қостанай облысы, бұрынғы Торғай облысы, осы жерде дүниеге келді, сүйегі сол жерге әкелінді, оны көзқарақты оқырман қауым біледі. Міржақыптың туып өскен жері Торғай топырағы, қасиетті Торғай жері. Осы жерден кейін Міржақыптың білім алған жері бұл енді Орынбор, Орынбордан кейін енді Торғайдағы училищеден кейін, одан кейінгі Міржақыптың ізі қалған жер бұл Қарқаралы, Қарқаралыдан кейін ерте есейген Міржақып
омбыда болады. 1904 естеліктерінде Ахаңға жазған хатында омбы, 1905 жылы Міржақып Орынбор, Орал қаласындағы съезге қатысады. Одан кейін Санкт-Петербург Міржақыптың жүрген жері. Кейін жаңағы Түркістан, осы оңтүстік Қазақстан өңірінде болған тарихында кезең бар. Түркістанның азаматтары, қалталы азаматтары Міржақыпқа демеушілік жасап, қолдау білдіріп, кейін сол жиналған қаржының негізінде Орынбор қаласында 13 жылдың басынан қазақ газеті шыққандығы мәлім. Яғни Түркістан, Орынбор, Омбы, кейін кеңес үкіметі құрылғаннан кейін Міржақып 20 жылдың басында аз уақыт Омбыда қызмет етеді. Омбыда аялдамайды да бірден Ташкентке ауысып кетеді. Ташкент одан әрі негізгі қызмет еткен жері Қызылорда, еңбекші қазақта, Ташкентте, Ақжолда жұмыс істейді, тілші болады. Міне осы қалалардың ішінде Міржақып өмірінің омбы кезеңі бір әлі де тиянақты, жан-жақты зерттеле қоймаған секілді. Биыл сол Қазақ АССР-ның құрылғанына 20 жыл деп отырмыз, Бүгінгі Қазақстан Республикасының шекаралық аймағын межелеген, айқындаған мемлекеттік құрылым Қазақ АССР 1920 жылы Орынбор қаласында Алаш қайраткерлерінің тікелей бастауымен, сол Алаш қайраткерлерінің тікелей солардың арқасында құрылғандығы мәлім. Егер де сол алдында Алаш автономиясы болмағанда, оның негізінде Қазақ АССР құрылмас еді. Одан кейінгі Қазақ СССР болмас еді. Қазақ СССР-дің негізінде 91 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін жариялай алмас еді. 14 жылы Міржақып жасы 29-ға келіп қалған кез. Оған дейін Оян қазағы шыққан. Міржақыптың ұстанымын, Міржақыптың ұлтқа деген көзқарасын, адамды бағалай білу, адамды тани білу ұстанымын түсіну үшін осылай бір мысалдарды келтіргеніміз артық болмайтын шығар деп ойлаймын. Қайреке, 1916 жылы кешіріңіз, осы тұрғыдан мен бір сіздің ойыңызды ары қарай толық өрбіту ретінде бір сұрақ туындап тұр менде. Сіз оның ұрпағы ретінде, Міржақып танушы ретінде, Міржақыптың туған жері Торғайда, өмірінің біраз бөлігі өткен Қарқаралыда, Орынборда, Омбыда, Петерборда, Ташкентте болдыңыз. Қайраткерлердің ізі сол қалаларда сайрап жатыр ма? Ескерткіштері бар ма? Тақталар ілінген бе? Осы туралы ойыңызбен бөлісе кетсеңіз. Бұл өте орынды сұрақ. Торғай жерінде Міржақыптың енді сүйегі әкелінді, туған ауылында, мына Қызбелде басында болдық. Мен біткен ойпаң жерге алас ағаш, емеспін жемісі көп тамаша ағаш, қалғанша жарты жаңқам мен сенікі, пайдалан керегіңе жарас алаш деген Міржақыптың сөзі тасқа қашалып, бейітінің басында жазулы тұр. Оның басында болдық. 2016 жылы бір жол түсіп, Құран бағыштап, Міржақыптың туған жеріне тас қойылған екен. Торғайдың өз басында Ахаң мен Міржақыптың музейі бар, екеуіне қойылған ескерткіш бар. Бұл жағы өте орынды, дұрыс. Енді былтыр естідік, мына Қарқаралыда ескерткіш қойылды Алаш қайраткерлеріне. Бұл да бір бұрын болмаған еді. Қарқаралыда Алаштың ізі сайрап жатыр. Әлихан оқыған, Ахаңдар қызмет еткен, Міржақыптар жүрген. Бүкіл Алаштың ресми бастауы осы Қарқаралы құзыр хатының жазылуы ғой. Соның да басы астында Міржақыптар болған. Бұл жерде де ескерткіш қойылып жатқанын естідік, білдік, қуандық. Міне Нұрсұлтанның төрінде, қателеспесем, 68-ші мектепке Міржақып бабамыздың есімі былтыр берілді. 10 жыл бойы сұралып, мектеп берілсін, Әлиханға, Ахаңа, Міржақыпқа берілсін, Алаш қайраткерлеріне берілсін деген мәселені осы зиялы қауым өкілдері көтеріп келген еді. Міржақыпқа берілді, қуандық. Орынбор қаласында Міржақып қызмет еткен, Ахаң қызмет еткен Қазақ газетіне, Қазақ газеті орналасқан ғимаратқа ескерткіш тақта қойылған екен. Екінші жалпы қазақ, бірінші жалпы қазақ съезі өткен Орынбор қаласындағы ғимаратқа ескерткіш белгі тақта қойылыпты.
оның барлығына енді көрдік, қуандық. Бірақ енді шын айту керек, әлі де біз мына Алашты ұлықтауға келгенде, Алашты насихаттауға келгенде әлі де бір көңілдегідей шығып жатқан жоқпыз. Тірлігіміздің көп тірлігіміз, мысалы сол Міржақыпқа осы Елорда төрінде бір зәулім ескерткіш қойсақ артық емес. Дәл Міржақыптай құрбан болған, дәл Міржақыптай еңбек еткен қайраткер ұлт тарихында көп емес. Әсіресе мынау 20 ғасыр басындағы қайраткерлердің қатарында жалғыз Міржақыпқа емес, Әлиханға, Ахаңа, Мағжанға, Жүсіпбекке, бүкіл Алаш арыстарына осы Астана төрінде, Нұрсұлтанның төрінде бір комплекс, аллея ашсақ, сол жерге Алашты ұлықтайтын, Алашқа тағзым ететін жастар барып өлеңін оқып басында бір тәуіп етсе, соның барлығы орынды болар еді. Мысалы енді көшесі бар, мектебі енді ашылды, бірақ осы жерде де артық болмас. Міржақыпқа ескерткіш қойсақ, Елорда төрінде ескерткіш қойсақ. Қайырбек Кемеңгерге онлайнда отырған қонақтардан сұрақ қойшылар бар ма? Саламатсыздар ма? Қайырбек Кемеңгерұлы, осы тәуелсіздік алған тұста біз Міржақыптай Алаш қозғалысының көрнекті қайраткерлерін айтулы тарихи лайықты етіп, танып, бағалап жатырмыз ба? Алашты қолдағанымыз, тәуелсіздікті қорғағанымыз деймін. Алашты қолдасақ, тәуелсіздікті қорғаймыз. Ол солай болады лайым, себебі Алаш бұл енді ұлт үшін қызмет еткен тұлғалар. Біздің бәріміздің арманымыз, қазіргі таңдағы көксеп отырған тілегіміз, ең бастысы мемлекетіміз аман болсын, мемлекетіміз сақталсын, қазақ елінің туы жығылмасын, көк туымыз көк аспанда желбіресін деген арман, тілек осы Біріккен ұлттар ұйымындағы 200-ге тарта мемлекеттің ішінде тәуелсіз Қазақ Республикасы деп аталатын мемлекеттің бар болғаны бәріміздің үлкен мақтанышымыз. Тәуелсіздік күні қарсаңында осы бас қосуымызды, жиынымызды өткізіп жатырмыз. Сол Алаш арыстарының армандағаны сол тәуелсіздік. Сол үшін де біз Алашты ұлықтауымыз керек. Осы менің айтарым қысқаша. Міржақып Дулатұлы туралы керемет сұхбаттар беріп отырсыздар. Онлайнда отырған қонақтарымыз бар. Қонақтарымыздан тағы сұрақ қойшылар бар ма? Алаштанушы Қайырбек Кемеңгерге. Бар, тағы бір сұрақ бар. Аты жөніңіз таныстырып айтып жіберсеңіз. Маусым Мамыр Сұңғатқызы. Қайырлы күн баршаңызға. Қайырбек Кемеңгер аға, мынау Гүлнар Міржақып қызымен бірнеше рет кездескен екенсіз. Осы апайдың әкесі жайында Алаш қайраткерлері туралы естелігімен бөліссеңіз. О кісінің енді айналайын, Қайырбегім, апаңның естелігін оқып, көңіліңе тоқы. Құрметпен Гүлнар апаңнан 7 сәуір 2000 жыл дейді, 20 жыл бұрын жазып берген бір кітабы. Одан бөлек тағы да бір кітабында Гүлнар апамыздың қымбатты Қайырбек, менің ізгі тілегім, еңбегің жанып, тез ғалым болуыңды күтемін дейді. Гүлнар апаңнан деп өзінің қолын қояды. Бұл енді шындық шырағы деп аталатын Гүлнар апамыздың кітабы 2 кітаптан тұрады, естеліктері. Бұл естеліктерінде бір негізінен әкесі жайында естеліктері топтастырылған, жинақталған. Сонымен бірге сол Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Ахмет Бірімжанұлы, мысалы Мағжанның жұбайы Зылиха апамыз, Ахмет Сафа Юсупов, Міржақыптың бажасы, Міржақыптың Ахмет Сафа Юсупов 1931 жылы Жүсіпбекпен бірге Мәскеудің Ваганьковская зиратында жатыр. 31 жылы атылған Ахмет Сафа Юсуповтар. Қошке Кемеңгерұлының тағдыры жөнінде, Райымжан Бөкейханов, басқа да осындай бір Алаш қайраткерлері, Алаш қайраткерлерінің отбасы, Алаш қайраткерлерінің ұрпағы, әулеті жөнінде естеліктері, өте бір құнды деректер жинақталып топтастырылған. Жаңағы айтқандай, Гүлнар апамыз бәрін көзімен көрді. 1915 жылы өмірге келген Гүлнар Дулатова әкесі айдалып кеткенде 28 жылы, 28-дің аяғында 13-ке
14-ке келіп қалған естияр қыз ғой. Сол кезден бастап Гүлнар апамыз халық жауының баласы, халық жауының қызы деген бір айып кінәні арқалап жүріп, осы болашақтан үміт үзбей, жарқын күннен үміт үзбей, түбінде әкесіне жағылған, әкесінің есіміне жағылған қара күйе ашылады деп ол кісі кәміл сенді. Қолында бар дүниенің барлығын мына туысқандарына оңтүстікте Шымкент жақта жаңағы жерге көміп, суреттерді, архивтік материалдарды, ескі деректерді сол жерге көміп, сол жақта сақтап, кейін осы 90-шы жылдары барлығын аршып, ғалымдардың қолына жеткізді ғой. Гүлнар апамыздың еңбегі бұл алаш ақиқатын тану үшін зерттеуші ғалымдар, басы сол профессор Тұрсынбек Кәкішұлдарынан бастап, Мәмбет ағаларымыз, Мәмбет Қойгелді болсын, бүкіл мына Ғарифолла Әнес, Марат Әбсемет, міржақыптанушы, бұлардың барлығының еңбектерінде Гүлнар Дулатова, Гүлнар Міржақыпқызының естеліктері айтылады. Сол кісінің естеліктерінің негізінде біз алаш шындығын, алаш тарихын көз алдымызға елестетеміз. Ал енді Міржақып айтады, кешегі қара күндерде, жұлдызсыз, айсыз түндерде, жол таба алмай сенделіп, адасып алаш жүргенде, бұл күнгі көп көсемдер, сұраймын сонда қайда едің дейді. Ой береке. Міржақыптар басын 20 жастан бастап бәйгеге тіккен. 20 жастан деп отырғаным, 1906 жылы Петербург қаласында қазақтың тұңғыш ұлттық басылымы Серке шықты. Біздің жалпы биыл қазақ тілді газет шыға бастағанына 150 жыл. Қазақ тілінде шыққан тұңғыш газет бұл Түркістан уалаятының газеті. 1870 жылы Ташкент шаһарында Түркістан генерал-губернаторының ресми басылымы Түркістан уалаятының газеті шықты. Ол газеттің шыға бастағанына биыл міне 150 жыл. Бұл да бір айтулы мереке былайша айтқанда. Қазақ тілді алғашқы газеттің шыққанына 150 жыл. 1870-2020. Ал енді ол Түркістан уалаятының газеті, Дала уалаятының газеті, омбыда шыққан Дала генерал-губернатордың басылымы, бұлар патша үкіметінің ресми басылымдары болатын. Ол қазақтың өзінің шығарған ұлттық газеттері емес. Ол алғашқы ұлттық басылымдар емес. Қазақтың өзінің шығарған алғашқы тұңғыш ұлттық басылымы 1906 жылы шыққан Серке газеті. Серкені шығарған алаштың қайраткері Шаймерден Қосшығұлұлы. Шаймерден мемлекеттік дума депутаты Шаймерден Қосшығұлұлы, Көкшетау елінің қазағы, Науан Қазірет, барлығы бір топырақтан білесіздер, мемлекеттік думаға депутат болған Шаймерден Қосшығұлы. Татардың Үлфат газетіне қосымша ретінде Санкт-Петербург қаласынан Серке газетін шығарған. Серкеде атын қою себебі осы газет адасқан қазаққа жол сілтесін. Серке адасқан қойды бастайды ғой. Міне сол секілді Серке бізге жол сілтесі деген мақсатпен Серкені шығарған еді. Сол Серкеде 20-дан асқан Міржақыптың біздің мақсатымыз деген мақаласы бар. Біздің мақсатымыз дейді. Сонда Міржақып айтады, қазақтың ешқандай правасының жоқтығы ызамен кек тудырады. Қазақтың ішінен жиналатын салық, қаржы қазаққа қажетсіз дүниеге жұмсалады. Қазақтың даласын генерал-губернаторларға бөліп берді. Қазақта билік жоқ. Қазақтың даласына қара шекпенділерді қоныстандырып жатыр. Әлде Россияда жер аз ба? Неге әкеледі оларды дейді. 20-дан асқан Міржақып басын бәйгеге тігіп, сол кезден бастап қазаққа көсем болған еді. Қайырбек Кемеңгерге осымен тағы сұрақ қойшылар бар ма? Қайырлы күн. Мына алаш қайраткерлерінің рухын бүгінгі жастардың санасына жаңғыртуда қандай жолдар ұсынар едіңіз? Осы туралы айтып берсеңіз қысқа. Алашты барынша насихаттауымыз керек, әлеуметтік желі арқылы, осындай шаралар арқылы, конференция, жиын бар жерде алашты дәріптеуіміз керек. Мен бағана әлеге мен енді сізге Міржақыпқа опты қосып қойғанға байланысты өзінің материалын оқып бергім келіп отыр. Біз мысалы алашқа адал болатын болсақ, өзімізден бастасақ бүгін бәріміз. Құжатымызды қазақшалайық. Офиевтен құтылайық. ВИЧ-тен құтылайық. ВИЧ-тің барлығы қазаққа жаңағы сырттан әкелінген жалғау, жұрнақ,
Керемет Бұл ана ұсыныс айтып отаршылдардың қазақтың маңдайына басылған құлдықтың таңбасы дейді алаш қайраткерлері. Міржақып айтады, газет журналдарымызда көбінесе ұлы, баласы, қызы дегеннің орнына ова жазылады. Бұл қазақ тілінде болмаған себепті құлаққа тіпті ерсі естіледі. Ев, ин, овалар жалғыз ақ орыс халқында бар деп айтуға болады. Басқа Еуропа халықтарында жоқ. Бізден өзге патшалы мұсылмандарда да жоқ. Оларды орыстан көріп еліктеуіміз орынсыз. Басқа жұрттың сөздерінің құйрығын әкеліп, өз сөздігімізге тағудың қанша қажеті бар. Міржақып, Қазақ газеті 1914 жыл. Керемет. 106 жыл бұрын айтылған сөз. Міне осыдан бастайық. Құжатымызды қазақшалайық. Өзіміз қазақ тілінде сөйлейік. Міржақыптың қазақ тілінің мұңы деген керемет бір мақаласы бар. Білесіздер, иә, қазақ тілі. Жалау Мыңбайұлына жазған. Тіл тазалығын сақтайық. Міржақыптың Николайға шағым хат деген фельетоны бар. Осыларды оқиық, осыларды насихаттайық. Осы барынша алашты халықтың санасына сіңіре беру керек, жастардың санасына. Көп рахмет. Қайреке, қазір қонақта отырғандарымыз аз болса да, бұдан кейін де әрі көп болады. Бізге саннан сапа керек. Одан ары қарай біз сіздің осы сұхбаттарыңызды біз әлеуметтік желілерде, Фейсбукта, Инстаграмада, өзіміздің сайтымызда салатын боламыз. Құрметті Қайырбек Кемеңгер, құрметті қонақтар, сирек кітаптар мен құнды қолжазбалардың жанашырлары. Осылайша дөңгелек үстеліміз өз мәресіне жетіп қалды. Ойымызды жинақтай келе, бүгінгі онлайн сұхбатқа алтын уақыттарын бөліп, онлайн сұхбатқа қатысып пікір білдіргендеріңізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Амандықта жүздескенше.